Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айзада. Бүгін мен сіздерге не себепті жұмыс жасап жатқан компаниямды ауыстырған жайлы айтып беремін. Жалпы компаниялардың жамандары болмайды. Өз атына лайықты, брендті продукциялары мен маркетинг пландары жақсы. Бірақ олардың бір-бірінен айырмашылығы болады екен. Мен француздық компания Биасидан кеттім. Себебі ол компанияның партнерлары ескі методикамен жұмыс жасайды. Қандай дейсіз бе? Қазір барлығын жекелеп айтып беремін. Біріншіден, 100 тізім. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз өзіңнің туғандарың, туысқан, дос, жаран, көрші, жалпы кіммен араласасың, барлығын тізімін жазу керек те, сол жазылған тізімдегі адамдардың барлығына компанияның мүмкіндіктерін айтып, сонымен қоса компанияға жұмысқа шақырасың. Екіншіден, команда құрып, пассивті доходқа шыққанша ай сайын 100 балдан 200 балға дейін ЛТО жасап отыруың керек. Жалпы жұмыс жасау үшін Instagram желісінен 5 парақша ашу керек болды. 5 парақшаны аштым. Және әр парақшаға бір посттан салу керек. Әр парақшадан күнделікті күнде 100 адамнан 500 адамға дейін от руки подписка жасайсың. Ол жасаған подпискаларға, яғни адамдарға спам рассылка жібересің. Ол дегеніміз не? Спам рассылканың ішінде компанияның мүмкіндіктері туралы жазылып, компанияға шақыру туралы мәтін бар. Компанияға тіркелген соң, сені компанияға шақырған наставнигің жұмыс жасау үшін WhatsApp желісіндегі бірнеше чаттарға қосады. Ол дегеніміз қандай чаттар? Біріншіден, продукцияға арналған отзывтарды лақтыратын чаттар. Ол екінші чатымыз командаға күнде азанда тұрып мотивация берілетін чат. Және тағы да бір чат, ол күнделікті компанияның мүмкіншіліктері туралы айтатын, жеке кабинетке қалай кіру керек деген сияқты болмайтын тақырыпта кезектесіп сабақ өту керек болады. Әрине ол сабаққа сен міндетті түрде дайындаласың. Сонымен қатар командамен таргет реклама жасап, ол таргет рекламадан келген адамдардың барлығына компанияның мүмкіншіліктерін үйретіп, жеке айтып түсіндіру керексің. Келесі бір мәселе, күнде прокачкаға белгілі уақытта шығу. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз біз парақшамызға пост саламыз, сол парақшамызға бәріміз бір уақытта шығып, бірімізге лайк басып, комментарий жазып, және флажок салып отыру керекпіз. Жалпы айтқанда, үйде отбасының қасында интернет арқылы жұмыс жасағанмен, мен ескі методикалармен жұмыс жасадым. Осындай методиканың салдарынан мен командамды аяғынан тұрғыза алмадым. Ондай жұмыс мені жігерлендірген жоқ, керісінше зеріктіріп, шаршатып жіберді. Мен интернет арқылы жұмыс жасап, табыс таба алатынымды білемін, бірақ мен аталған компанияларда жұмыс жасау барысында осындай қиыншылықтарды басымнан өткіздім. Бірақ енді қазіргі таңда осы қиыншылықтардың шешімін мен таптым. Қандай дейсіз бе? Қазіргі таңда жұмысты жеңілдететін, өзіме ыңғайлы, жаңа методикаларға сүйене отырып, жаңартылған жүйемен жоспарлы түрде жұмыс жасайтын компанияны таптым. Және команда құру мен үшін түкке тұрмайтын жұмыс болды. Сен де менің командамның мүшесі бола аласың. Менімен бірге дұрыс бағытта жұмыс жасап, мен секілді табыс таба аласың. Егер де саған менің видеом ұнаса, немесе қызықтырса, мен видеоның астына сілтемелерді қоямын, соның біріне бас, немесе жекеме жаз. Сіздермен бірге болған мен, Айзада, сау болыңыздар.